Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 1+1 деген палау жасау үлгісімен бөліскім келіп тұр. Оның өзінің аты айтып тұрғандай, барлық қоспаларымыз бірге бір болу керек. Яғни етіміз де бір келі болу керек, сәбізіміз де бір келі және басатын күрішіміз де бір келі болуы керек. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен 1 кило сәбізімді жуып тазалап, оны палауға жақсылап сопақша, яғни соломка түрінде турап алып жатырмын. Және де мен ноқатты где-то 200 граммдай қосамын және оны алдын ала суға бұқтырып қойып қоямын. Себебі ол қатты болып піспей қалуы мүмкін. Мінекей сәбізімді, пиязымды барлығын дайындап алдым. Енді қазанға майымды құя берсем де болады. Қазанға майды өте көп құйып жіберудің де қажеті жоқ. Мен бұл жерде 250 грамм май құйдым және де құйрық майымды салып, аздап қуырып, етімнің қасы, қарынды қосып, жақсылап қып-қызыл қылып қуырдым. Және достар, сіздерде палау істегенде осылай маған ұқсап, қарынды ұнатсаңыздар, осылай қарын қоссаңыздар болады. Көпшілік жер тек қана ет қосады екен. Мен өзім палауды ноқатпен және қарынмен жегенді жақсы көрем. Сол себепті мен өзімнің жасайтын палауыма қарын қосам. Және достар, мен ешқандай да өкіметтің шығарған приправасын қоспаймын. Себебі менің отбасым оны хош көрмейді. Және менің палауым қалай қызарады десеңіздер, мінекей видеода көріп тұрғандай, мен алдыңғы видеоларымда көп айтамын. Мен пиязды көп қолданамын. Молынан және осы етімізді жақсылап қызартып қуырып болғаннан кейін пиязды салып, үстінен обязательно 1 қасық немесе 2 ас қасық шекер салып, үздіксіз қозғап отырасыздар. Себебі шекерден кейін асты қарайып, қап-қара болып кетуі мүмкін. Және осы шекер біздің тамағымызды әдемі куркуманың орнына қып-қызыл қылып шығарады, сап-сары қылып. Пиязымызды жақсылап 2 бөліп қуырып алдым. Артынан сәбізімді салып қуырып, 1 килоға 1,5 литр су құямын. Себебі мен үстінен су құймаймын ешқашанда. Себебі тамақтың үстінен су құйды дегеніңіз, ол тамағыңыз дәмсіз болып қалады деген сөз. Жетпей қалса енді амал жоқ. Және де күрішті алдын ала мен қайнаған суға бір елі артық бататындай қылып суды құйып қоямын қайнаған суға. Және күріш ол суды өзіне сіңіріп алу керек. Сонан соң тамаққа салған кезінде күрішіңіз судың барлығын сорып алып, жаңағыдай қатты езіліп кетпейді. Өзі жақсы ісініп алғаннан кейін ол ары қарай өте қатты көбейіп кетпейді, былайша айтқанда. Және де мен достар, күріштің суын ешқашанда төкпеймін. Сіздер де дәл солай жасасаңыздар болады. Мінекей бірінші жуған суымды мен бір ыдысқа құйып аламын да, осы күріштің суына сіздер беттеріңізді, я болмаса шаштарыңызды жусаңыздар, ол жуылған шаш сүмбілдей жылтырақ болады. Ал беттеріңізді жуатын болсаңыздар, яғни бетіңізді ағартып, бетіңізді жақсы демалдырып қояды. Яғни күріштің суының өзінің пайдасы өте көп. Және 2-3 қайтара күрішімді жуып, қазанға салып жайғастырамын. Және қазанға салғаннан кейін күрішті бетін жауып бір қайнатып аламын. Қайнағаннан кейін 2 минуттай қайнатып, сонан соң қазанның қақпағын ашып қойып қайнатыңыздар. Суы өте қатты тартылып кетпеу керек. Егер сіздің суыңыз өте қатты тартылып кететін болса, күрішіңіз шамалы тірі болып қалуы мүмкін. Ал егер суы өте көп болатын болса, онда күрішіңіз езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті нормасын білген жақсы. Өте қатты тартылып та кетпеу керек, өте қатты сулы да болмау керек. Орташа күріші почти көрініп тұру керек. Сол кезде ортаға жинап, ағаш какпірмен, не болмаса любой қасықпен болсын тесіп, бетіне пленкамен жауып,
тура 20 минутқа бұқтырасыздар. Астын төмен алауға қойып тұрып, 20 минуттан кейін 10 минуттай өшіріп, демалдырып қоясыздар. Сонан соң тамақты тарта беруге болады. Өте дәмді болады, дәмі де, түрі де қып-қызыл болады. Ешқандай куркума, мейіз қоспай-ақ, ешқандай приправа қоспай-ақ. Және де мен палауды осылай пиязбен тартқанды жақсы көремін. Мынау свежий салатта жасап қойдым, оны алдыңғы видеоларда көрсеткенмін қалай жасалу керектігін. Және де пиязды осылай 2-3 данасын алып, азғантай тұз және азғантай бұрыш салып, жақсылап араластырып, палаумен тартсаңыздар, өте керемет болады. Әсіресе үйіміздегі ер азаматтарымыз осылай палауды дәмін келтіріп тұрып жесе, осы тұста үйіңізге кісі келіп қалса да, ұялмастан тарта бересіздер. Дәл осы үлгіде жасап көрсеңіздер болады, достар.